абай құнанбайұлының 42-ші сөзі. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі ол жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, саудаға салынса, қолы тиермейді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық, кірмек үшін пайдасыз жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып, алған кісі ондай жүрісте иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала-шағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды-көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры-бөріге жем болып, қарға, жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып, қулық, сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржаңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң, шаруаға пысық, мал болуға, мал табуға пысық, ол өнерлі кісіге қосылмайды. Өзі пәле шығаруға пысық, сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп, елге жайып жүріп, ырбаңдауға, пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Абай Құнанбайұлы мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірек сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талап тұғар, көңілімнің көзі ашық сергек үшін, түзуге қисық қыңар қырын келмей, сыртын танып іздікпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағын тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқанды ұқпай, және айта бер деді жұрт тыным бермей. Сөз айттым, әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сары ала қыз. Кәрілікті жамандап, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсілі қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең, сөз артық, бір байқарсыз. Батадан барымташы туардан ғой, қызық жолда әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елірмелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мыйсыз бәңгі күрсемәз бұп, қинамай қызыл тілді кел, тілді ал, ғой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жаланамын, мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өлең қор болып кетер түзге. Сән қой, даңғой, ойнашы, керім кербес, қанша қызық болады өзіңізге.